Селям алейкум, урметлі серджілер, бу ЮАТВ студияда Украина хаберлері. Бүгін июньнің үлчу базар әртісі күні. Украинаға Русияларының кірілмесі үшін биометрик паспортларының кірсетов кетешаты башланды. Бұны тыш ішлер назерлігінде білдірелер. Қарарларының ішлеп чықарылмасы үшін назерлік эксперт ве файлерны желпеті. Бұның еле дегер вариантларны даугренелер. Мисал үшін Русия Федерациясының базы ватандашлары үшін кірішні сынырламақ. Бұндан да ғайры визалы режимнің кірсетілмесі мүмкін. Шу сырада Украинаға умумен кірішні ясақ әті білелер. Әвел бұғаяге СНБО қол тұтқан еді. Ахтемчи гозга анасыне видалашмаға изын берілмеді. Ярымаданын ишгалджа кемиеті оны женазеге ебермеді. Бұны Қырымдадары мелимеджелесінің рейсі Рифат Чубаров білдірді. Чигозга анасыны сон кесефер көрмек изнını адвокат Николай Полозовды сұраған еді. Мұраджатны Русия Федерациясының абдусменім ве инсан ақлары бойынша шурасының башына язған еді. Алия Чигоз геже вефат етті. Қадының оналмаз хасталығы бар еді. Чигозны ишгалджа акимиет ярымадада Украинаға қол тұтув митинглерінің тешкіл етілмесінде қабатлай. Февральның 26-сы іші бойынша кече. Егебен 15 сенесі январь айындан апистеята. Русия Қырым ишгаліні кенлештіре. Русия Федерациясының президенті Девлет Думасының ярымаданын ялы сувларының сербест иқтисади зонаға кірсетілмесі аққында қанунны имзалады. Кремльнің үмітіне көре қабул етілген қанунның сайысында ишсізлік меселесіні иш ерлерінің тешкіл етілмесінен ал етмек мүмкін олар. Русия кемиетінің фикріне бинайын яны қайдылер вастасынен Қырымға ятырымчыларны желп етіп олорлар. Малие ақым интизары олдықша худжур короне. Чүнки мемлекетлерінің чоқысы Русияның ярымада ешғалені танымайве. Қырым еле иқтисади алақаларны пекетмеге, істеген шеркетлерге низбеттен жазаларны кірсетмеге азыр. Авдеевка меркези сув теменлевінден марум қала. Сув едігі 4 күнге етер. Бұны февкуляде вазиетлер бойынша девлет қызметі білдірі. Донецк сүзгіч станциясында электрик теменлеві yok. Темір ішлеріні июльнің екесіне планлаштыра еділер. Ама атыш себебінден темірджелер қазайы қысымға чықып оламады. Жебе янындаки Авдеевкада тахминен 20 экибин инсан яшай. Алманияда фаалер G20 саммитіне қаршылығаны білдірем. Саммит Гамбургта июльнің 7-8-інде кечерілежек. Шәрде кечерілген митингінде 4000 адам иштирак етті. Иштиракчылары дүния девлетлерінің орталықны құру ве дүния тежеретім салларындaki зайыф саясетіне қаршы чықа. Хатырлатам, Сицилияда еділер группасының құрышывынден сон Трамп Америка Қошма Штатларының Париж иклимі анлашмасындан чыққаныны білдірген еді. Гамбургның полициясы күтлеви наразылықларға азарлана. Италияның Генуя шерінде екібін бір сенесі олған вазиятның текраланмасына ел бермемек үшін. О вақыт наразыларының полиция хадимлері еле чатышларындан сон бір фалі әләк олған юзлерже яраланған еді. Саясатчыларның теклиф еткен заиф күн мевзусыны тенқит етеміз. Файдасыз ваделері чоқ. Олған имканлардан файдаланмайлар. Ватандашларның Париж анлашмасында қайтылуынғаны кеби. Ареретні 1,5 дәрежеге экселтмек үшін системаны дәнештірмек заруретіне қол тұтқаныны көстермек ниетіндеміз. Исінувге башыты білмек үшін саясетте аққи дәнешувлерні кечермек лязым. Демократияның сақ олғаныны көстермек керек. Сынырдан кечілсе инсанларны мейданға чықажығыны көстермек екене фырсатымыздыр. Бірқаш ел эверсін умайшнарға да сық суретті чықайдық. Чоққа сүрмесе біле, ама шымды кені чықмақ керекміз. Дүнияның глобаль боржы Халқара Малия институтының берген мәліматына көре, бұл сене дүния боржының миқиясы рекордлы олды. Миқдары дүния ичкі ғайры сафи мақсулатыны 3 қат ашмақта. Яни 217 триллион доллар. Бұның еле боржының ән чевик артмасыны дүнияның ән бұйық иқтисадиятлары көстере. Америка Қошма Штатлары 63 триллион, Қытай есе қарарнен 33 триллион долларны боржылы. Әсабатта бұтын боржылар
хабар кайдетілген. Шу жүмледен devletlerinin bank, şirket ve şahsi ev hocalıklarının maliye mecburiyetlері de nazarga alındı. Rusия артистлерінің концертlerini азырлаған insanlarını mesuliyetке çekmek. Ukrayna baş nazir muavini Vyacheslav Kirilenko Rusya yarıcılarını Ukrayn festival ve konsertlerine davet etkenlerinin kaydını teşkil etmege teklif etti. İki kunde SBU ve sınırcılar memleketke Ukrayn kanuniyetini bozgan 7 artistini kırsetmedi. Delfin takımının çalgıcıları ve Bianka'ны Ukraynaga kırsetmediler. Onların işgal etilgen Kırımga Ukrayn kanuniyetini bozup barganları sebebinden Delfin takımının diğer iştirakçıları sınırından geçip oldu. Ve ki festivalinde salitsız çıkışta bulunacaklar. Bianka içtimai ağlarda pasportlarının kırış redinin fotosunu aşkar etti ve Ukrayna'da 6 yıl devamında yaşaganını ve milli mükafatlarını alganını da anıp geçti. Şunun için o Ukrayna'nı Rusya ve Ak-Rusya ile bir sırada öz vatanı olarak saya. Ukrayna'da zahire bereketinin korkunçlı tahminleri vakıtsızdır. Bunu agrar siyaseti ve aşayt nazirliginde bildirirler. Haqiqiy vaziyetini tek avgustda görmege mümkün olur. O vakit açlıkның en azından 20% jıyılacak. Bunun ile nazirlikte bildirgeni gibi hava şaraitleri sebebinden bereketinin eksilmesi mümkün ama memleketinin aşayt hafsızlığını tesiri olmaz eken. Jurnalistlerinin ömrünü sigortalamak bu Ukrayna haber siyaseti nazirliginin teklifidir. Donbas'ta Rusya istilası mevzunu aktual etti. Sigortanın muayyen kaydelerini Avrupa Şurası ve Jurnalistlerinin Halkara Federasyası işlep çıkardı. Ama Ukrayna'nın hususiyeti şunda ki matbuat esasen nefaka yardımıyla çalışa. Şunun için vacip sigortanı tekken müzakerelerden son kırsetmek gerek, dedi nazirliknin devlet katibi Artem Bidenko. Umut etti ki bunu senenin sonuna kadar eterler. Профессия журналиста, она наиболее сегодня. Bugün Arbiyada olmakla beraber jurnalist senatı en tehlikelidir. Ve elbette ki devlet jurnalistlerinin tinçişini ve hafsızlık eminliğini temin etmek gerek. Yani Allah saklasın ama onların bir şey olsa ailelerinin tazminini almalı. İşgal etilgen Kırım abituriyentleri 12 Ukrayn Ali Okuv yurtuna sadeleştirilgen ketişat boyunca kirebili. Olar için bu sene devlet sımaraşının kvotası 900 yerini teşkil etti. De bildiriler Ukrayna tahsil ve ilim nazirliginde. Okuş Zaporojye, Nikolaev, Odessa ve Kherson vilayetlerinde geçecek. Nezaret etilmegen teritoriyalarda yaşagan talebeler için sadeleştirilgen sistemada былтыр işlep başladı. Onun yardımı ile 150'den ziyade bala Ali Okuv yurtlarına kirgen edi. Bu sistema Ukrayna Okuv yurtuna ZNO'suz kirmege imkan beri. Abituriyent devlet yekünleyici attestatsiyasının iki imtihanını Ukrayn tili ve Ukrayna tarihi boyunca imtihanlarını bermeli. Bundan son Okuv yurtunda profil imtihan ya da icadi yarışqa keçi. Hürmetli dostlar, bu dakikaga bu sonki haberde da çok haberlerini Ukrinform saytında okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, görüşkence sağlıkla kalınız.